соңғы кездері өзгенің өмірін құтқарамын деп, өздері қаза болған дәрігерлердің оқиғасы жиіледі. Жалпы сала мамандарының қауіпсіздігіне қатысты талапты күшейту бар ма? Біздің мәліметтер бойынша шамамен осы 5 жылдың ішінде 280 медициналық қызметкерлер түрлі шабуылдарға тап болған. Жыл сайын қарап отырсақ, статистиканы шабуылдардың саны өкінішке орай жоғарылап бара жатыр, жиілеп келе жатыр. Сондықтан осы жылы президенттің тапсырмасы болған, осы біздің медициналық қызметкерлерді қорғауымыз қажет деп, өйткені медициналық қызметкерлер алды шетте, әсіресе жедел жәрдем көрсететін біздің фельдшерларымыз, сонымен қатар қабылдау бөліміндегі біздің медициналық қызметкерлеріміз түрлі жағдайдағы, стресс жағдайындағы, алкогольдік және басқа да психикалық жағдайдағы науқастардың агрессиясына тап болады. Мәжіліс заң қабылдады, сол заң бойынша енді медициналық қызметкерлерге шабуыл жасайтын болса, қылмыстық жауапкершілікке сол азамат тартылатын болады. Оның енді түрлі жағдайлары бар, ауыр жағдайлары бар, жеңіл жағдайлары бар, соған байланысты жазаның мөлшері әртүрлі. Ең жеңіл жаза осы айыппұлмен шектелсе, ең ауыр жазасы 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бірақ біз бір нәрсені атап өту керекпіз. Біздің медициналық қызметкерлер, егер медициналық қызметі дұрыс атқармаса, онда біздің медициналық жұмыскерлеріміз қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соны мысалы көптеген талқылау кезінде басқа да қызметкерлермен салыстырады, мысалы мұғалімдермен, әлеуметтік жұмыскерлермен, бірақ оларда осындай жауапкершілік жоқ. Атап өту керек, сәйкесінше медициналық қызметкерлерде осындай жауапкершілік барды, міндеті барды, бірақ жаңағы оны қорғау бойынша жаңағы мемлекеттің міндеті болмаған қазірге дейін.